Сәлем бердім баршаңызға. Бүгін мен сіздермен карамельный соустың дәмді әрі тез жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Карамельный соусты жасау үшін бізге осындай асты қалың таба қажет болады, яғни сотейник ыдыс болу керек міндетті түрде. Шекерімізді сол сотейник ыдысқа салып, баяу отта қоңыр болған кезде қасықпенен жәймендеп араластырып тұрамыз. Яғни ол құмшекеріміз қоңыр болып ерігенше тоқтаусыз араластыра береміз. Толықтай еріген құмшекеріміздің үстінен бөлшектеп сары майымызды саламыз. Сары майымызды салған кезде тоқтаусыз араластыруымыз керек. Енді сливкиімізді жылытып алуымыз керек. Оны қайнатпаймыз, жай ғана жылыту қажет. Жылы болған сливкиді бөлшектеп карамельге құямыз. Ол жай ғана жылы болғаны жеткілікті. Міне осы карамельный соусты 10 минуттай баяу отта қайнатып аламыз. 10 минуттан кейін қайнап болған карамельный соусты салқындатып қолдануға болады. Карамельный соус ұнады деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.